Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз екінші сыныпқа арналған орыс тілі пәнінің 3-ші урогына келдік. Вспомни о лете. Жазды есіңе түсір. Ты вспомнишь и продолжишь учиться различать в речи слова действий. Сен сөйлемдерден, сөздерден слова действий, яғни іс-әрекетті білдіретін сөздерді табамыз. Және оның қандай сұрақтарға жауап беретінін айтып өтеміз. Есімізге түсіреміз және жарема. Привет, второклассник. Ты немножко грустишь? Наверное, вспомнил о лете. Жазды есіңе түсіріп жүрген шығарсың, оқушы. Есімізге түсірейікші, оқушылар. Жазда қандай айлар бар? Маусым, июнь, шілде, июль, тамыз, август. Енді қазіргі болып жатқан уақытымыз ол сентябрь, қыркүйек айы. Ары қарай. Послушай, тыңда. Назови в тексте слова действия, которые рассказывают об отдыхе Энжу. Мына тексттен, мәтіннен, Энжудің қандай іс-қимыл білдіріп жүргенін тауып алайық дейді. Және сол табылған сөздерді дәптерімізге жазамыз. Рада летом я купаться, и на пляже загорать, и на роликах промчаться, футбол с братом поиграть. После чтения доброй книжки на траве в зной полежать. Очень вкусные подарки в конце лета собирать. Енді балар, купаться, шомылу, загорать, күнге кию, промчаться, зырлап өту, поиграть, ойнау, полежать, жату, собирать, жинау. Яғни, мына жердегі көкпен жазылған сөздердің барлығы, бұлардың барлығы слова действия. Жаттап аламыз. Слова действия деген сөздің өзін жаттап алуға тырысайық. Яғни, іс-қимылды білдіретін сөздер. Осы көкпен жазылған сөздерді дәптерге көшіріп жазамыз. 3-ші жаттығу. Упражнение 3. Ой, кешіріңіздер, балалар. 2-ші упражнение келіппіз. Сравни слова действия, сделай вывод. Мына сөздерді салыстыр дейді. Өзің ойланып көр дейді. Кімнің қай уақытта не істегенін, неге мына жерде отдыхал, неге мына жерде приехала. Неге өтіп төртпіштіге істеп қойды деп ойлайсыздар, төртпішті клеткамен. Неге сөйтіп ойлайсыздар? Кейін ойларыңызды маған комментарийге жазыңыздар. Ал енді бастайық. Бұл жерде отдыхал, демалдым, скакал, шаптым, гулял, қыдырдым, дача. Ауламда, лошадь, атта, праздник, мейрамда. Енді осы сөздер бір-бірімен қосып жазамыз. Яғни, отдыхал на даче. Осылай жазамыз. Бір сөйлем қылып. Скакал на лошади. Гулял на праздники. Осылардың барлығын сөйлем қырып жазамыз. Ал мынаны өзіміз істеп көрейік, балалар, жарай ма? Оп-оңай. Тек сөйлем қылып жазсақ болғаны. Осымен 2-ші жаттығуды аяқтайық. Өзіміз қалған үйден жазып. Соны маған орындай алдыңыздар ма? Алмадыңыз ба? Маған комментарийге жазыңыздар. Мен міндетті түрде жауап беремін. 3-ші упражнение. Прочитай и узнай. Как отдыхали летом Санат и Сания? Выпиши слова действия об отдыхе Саната, затем об отдыхе Сании. Санат пен Сания жазда не істеді? Олардың не істегендігі туралы іс-қимыл сөздерін, слова действияны тауып, көшіріп жаз. Яғни, мына жерге біз жазамыз. Санат играл.
И Санат потом что делал? Ездил. Өшіріп жазып. Астына қарай. Санияның не істегенін жазамыз. Сания плавала. И гуляла. Өстіп жазып шығамыз. Прочитай. Покажи стихотворение в движении. Назови слова действия. Поставь к ним вопросы. Енді оқушылар, мына тақпақты оқимыз. Және осының ішінен слова действий, яғни іс-қимыл білдіретін сөзді табамыз. Оларға сұрақ қоямыз. Жақсылап тыңдаймыз. Санат на дачу приезжал, в огороде помогал, дружно грядки поливал, сорняки все вырывал, овощи он собирал и в корзинке убирал. Енді есімізге түсірейікші оқушылар. Слова, которые называют действия предметов, отвечают на вопросы, что делает, что сделал, что будет делать, что делать. Яғни, слова действия не деген едік біз? Іс-қимылды білдіретін сөздер қандай сұрақтарға жауап береді? Бізде қазақ тілінде не істеді, не істейді, қайтты деген сұрақтардың бұл орысша варианты. Яғни, что делает? Не істеп жатыр, не істеді, не істейтін, не істейді, не істеймін деген сұрақтарға жауап береді. Енді мына жерде тақпақта жаңа оқыған солардың ішінен слова действияны табайық. Ойланайықшы балалар. Санат на дачу приезжал. Санат дачаға келді. В огороде помогал. Огородта көмектесті. Дружно грядки поливал. Бақшаны суарды. Сорняки все вырывал. Арамшөптерді жұлды. Овощи он собирал. Жемістерді жинады. И в корзинке убирал. Корзиналарға салды. Осылардың ішінен слова действияны табайықшы балалар. Және соны көшіріп жазып, қасына қай сұрақ жауап береді? Мен жаңа айтқан сұрақтардың, мына жердегі сұрақтардың, мына жердегі слова действияларға қайсысы сәйкес келеді деп ойлайсың. Болмаса бәріне бір сұрақ қойылуы мүмкін. Мысалы, приезжал. Что сделал? Приезжал. Что сделал? Помогал. Что сделал? Поливал. Что сделал? Вырывал. Что сделал? Собирал. Және соңғысы бұғанда что сделал? Убирал. 5-ші упражнение. Вспомни и нарисуй. Есіңе түсіріп сурет сал дейді. Осы 3 ай жаздағы ең есіңде қалған күнді суретке сал дейді оқушылар. Осымен сабағымыз аяқталды. Егер сабағым ұнаса, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Келесте табу оңай болады сіздерге. Әзірше сау болыңыздар.